студиямда отырсыңдар. Бүкіл Қазақстан сіздерді көріп отыр. Жоқ жерден немене мәселе туындап отыр. Жоқ, өзі не істеп қойды саған Әлібек? Иә, саған не істеп қойды Әлібек саған? Тікелей айтсаң, тып-тыныш отыр ғой. Не істеп қойды саған? Бағана мен жағаласып отыр да, маған қарай. Қалай жағаласып отыр? Саған сөз айтқан жоқ қой ешқандай. Аман? Өзіміз шешіп аламыз оны. Менің күмәнім жоқ енді өзің шешетініңе, бірақ тәртіп қайда қалды? Аман. Сен біреудің үйіне қонаққа барып, үйдің иесіне барып тиісіп төбелесіп жүресің бе сонда? Мен айтпетейінші, мен естіп отырмын мына жерде. Кім айтып жатыр? Каблучиксің жүрген деп кімге айтқан сияқты. Ал сосын Әлібек оған айтты, сен гүл беретін адамың да жоқ деп. Екеуі осылай намыса кетіп екеуі бір-бірімен қылысып отыр. Жоқ, неге ондай ауыр сөздерді айтады деп отырмын. Білмей оған. Бұл жерде қатал талап бар. Бер қараңдар қатысушылар. Бұл жерде ел қарап отыр бізді. Аман. Базарда отырған жоқпыз біз мұнда. Бүкіл халықтың алдында отырмыз. Бұл не деген тәртіпсіздік, не деген тәрбиесіздік? Қатысушылар, көрермен алдында біздің жауапкершілігіміз бар, қайталап айтам. Өздерің ұятқа қаласыңдар ертең. Өздерің жайлы жағымсыз пікірлер келеді. Ұят емес пе енді? Мәселені шешуге тырысыңдар достықпен. Өйткені жұдырықпен мәселе шешетіндердің барлығы еркек емес, мен сендерге беттеріңе айтайын. Ал, жарайды. Сәкен, Ұлбике, сендердің әңгімелеріңе оралайық. Талай дүниені талқыладық, жақсы. Енді қандай шешімдесіңдер екеуің? Қандай шешімде? Енді шешім болғанда нақты шешім айтайын мен. Біз Ұлбек екеуміз ары қарай бүйтіп дос ретінде араласамыз. Демек, ара қатынастарыңды тоқтатасыңдар ма, дұрыс па? Иә, эфир сыртында дос ретінде. Көңіліңнен шықпады ма? Жоқ, көңілден шыққан жоқ. Өте айбат қыз, сыйлай алады, просто қалай айтады, менен де жақсы жігіт лайық.